Жас ақын жазушылардың назарына. Ұлы Абайдың 175 жылдығына арналған мүшайра республикалық байқауы жарияланды. Бұл жаңалықта Сарыағаш аудандық жастар ресурстық орталығының басшысы Қанат Иматов көпшілікпен бөлісіп халықты хабардар етті. Әдеби бәйгеге қатысуға ықылас білдірсеңіз, алдағы бейне сюжетті тамашалап алғаныңыз жөн. Байқаудың мақсаты бойында айрықша дарыны бар азаматтарды анықтау, оларға қолдау білдіру, шын таланттардың жарыққа шығуына мүмкіндік беру. Сонымен қоса оқырман қауымның қатарын көбейтіп, шығармашылыққа жақындату, әдебиетке тарту болып табылады. Айта түссек, байқау ашық түрде өтеді, яғни Қазақстан Республикасының барлық аймақтарынан 16 мен 29 жас аралығындағы жас ақындар, жазушылар, журналистер және де тағы басқа жастар қатыса алады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 2019 жылы 30 мамырда елімізде Абайдың 175 жыл мерейтойын тойлау бойынша жарлыққа қол қойған болатын. Осы бойынша қазіргі таңда елімізде көптеген іс-шаралар ұйымдастырылып жатыр. Қазіргі таңда мынау карантинге байланысты онлайн түрде өтіп жатыр көбісі. Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі, сонымен қатар педагогикалық ғылымдар академиясы, азаматтық бастамаларды қолдау орталығының ұйымдастыруымен республикалық мүшайра жас ақын жазушылар арасында, яғни 16 мен 29 жас аралығындағы жастар, яғни жас ақындарды осыларды қолдау мақсатында республикалық конкурс жарияланып отыр. Осы конкурсқа жалпы біздің ауданымыздан Сарыағаш қаласынан Құркелес, Көктерек кенті, Жылға ауылдық округінен қазірдің өзінде 11 қатысушы өтініш білдіріп отыр. Жалпы өтінішті біз өзіміз 4 қыркүйек күні облыстық жастар ресурстық орталығына ұсынатын боламыз. Облыста іріктеу өтіп, ары қарай республикаға іріктелген жастарды ұсынатын болады. Іріктеу кезең 13 тамыз бен 30 қыркүйек аралығында өткізілсе, ал қорытынды кезең 1 қазан мен 20 қазан аралығында жүргізіледі. Ол жерде айта кетерлігі, республикалық байқауда жалпы жеңімпаздарға үлкен жетістік, оның үстіне жаңағы үлкен жүлделер қойылған. Яғни бас жүлдеге 500 мың теңге, бірінші жүлдеге 300 мың теңге, екінші жүлдеге 200 мың теңге, үшінші жүлдеге 100 мың теңге жүлде қоры дайындалған. Осы бойынша ауданымыздың барлық 16 мен 29 жас аралығындағы жалпы жастарды, жас ақындарды, жас жазушыларды осы байқауға қатысуға осы сәтті пайдаланып отырып шақырамын. Егерде осы Ұлы Абайдың 175 жылдығына арналған мүшәйраға қатысқыңыз келсе, Сарыағаш қаласы Әбдіхалық көшесі номері 1 үйде орналасқан Сарыағаш аудандық жастар ресурстық орталығына келіп, өтініш беруіңізге болады. Қуаныш Құлмырзаев, Рахманбек Құралов, Сәттелі арнасының жаңалықтар қызметі.